де ол құндылықтарымызды өз мәнімізге және тәрбиешілік немесе суреттегіштік жолда қалай енгізе білдік, сол жолда. Құндылықтарды қолданысқа қалай енгіздік. Дәл осы сұраққа жауап беру барысында мен әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде мынау бір оқу мақсатын негізге алайын. Шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазғызу. 11-ші сыныпта сабақ беретін мұғалім ретінде мен Сәкен Сейфуллиннің «Сусанды өлеңін» негізге алдым. Және де өзіміздің құндылықтың бірі құрмет құндылығын бұған қостым. Нәтиже қалай болады? Жалпы Сәкен Сейфуллиннің бұл «Сусанды өлеңі» негізгі дос тақырыбындағы өлең. Өзінің досына деген сағынышы, өзінің досына деген құрметі. Енді біз құрмет құндылығын балаларға қалай түсіндіреміз? Қысқа мерзімдік іс-шара барысында біз арнайы эссе жаздыртамыз балаларға. Өзіңнің досың туралы немесе сыныбыңдағы жақын адамның досың туралы шағын көлемде эссе жазып берсең деген. Балалар ол тапсырманы қуана орындайды және оның нәтижесі міне. Бірінші әрекет бұл ұстаздың әрекеті. Жазылған әр эссені жоғары бағалап, оқушының шығармашылық қабілетіне құрмет көрсету. Бұл ұстаздық бағытында. Екінші, оқушылар іс-шара арқылы өздерінің ерекшеліктерін, қабілеттерін танып, бір-біріне деген құрметі артады. Және де бір-бірін зерттей отырып, өзара сенім мен ынтымақтастыққа бекінеді деп айтсақ болады. Бұл жалпы біздің пәніміздегі бір белгілі бір мысал ретінде көрсеттік. Жалпы мектебіміз 12 құндылыққа негізделген және әр тақырып сайын біз сол 12 құндылықты сабақтарымызға енгізіп отыруға тырысамыз. Ары қарай жетекшілік кезең, құндылықтарға негіздеу кезеңі. Бұл кезде біз қандай тапсырмалар жүзеге асырамыз? Кейде білеміз, балаларымыз сабаққа деген ынтасы болмайды. Шаршаушылық болады. Сол кезде балалардың ынталауы үшін мына бір жобаны негіздедік. Доскойын жобасы. Бәлкім білесіздер, білмейсіздер. Бұл Доскойын жобасының негізгі мақсаты оқушыларды ынталандыру, сыйақы жүйесі және жылдам прогресс көрсету барысында. Арнайы Доскойын карточкалары дайындалады. Бұл ұпаймен. Және де бұл Доскойын карточкаларды қандай кезде алады балалар? 12 құндылықты орындаған сәтте. Ол 12 құндылықтың қатарында жалпылама мысал ретінде тазалық бар, әдептілік, табандылық, жауапкершілік деген секілді құндылықтарды жүзеге асыру барысында осы карточкаларды жинақтайды. Бұл жоба ұзақ мерзімді іс-шараға арналған, яғни бала әр сабақ сайын үй тапсырмасын орындау арқылы, оған жауапкершілікпен қарау арқылы, оны құрметтеу арқылы мұғалімнен осы бір карточкаларды жинап отырады. Және де карточкаларды белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін әр жиналған ұпай бойынша алдарыңыздағы сыйлықтарды ести алады, бала өзіне сый ретінде ала алады. Бұл енді балаларға былайша айтқанда ынталандыру ретінде қолданылатын біздің бір жобамыздың бөлігі ғана. Ары қарай оқушының маған қойған сұрағы. Осы жылдың ортасына қарай бір оқушы келді. Арман ағай, сізге сұрағым бар. Айтыңызшы, сіздің ата-анаңыз қандай адам деген сұрақ қойды. Азат ойлы бұл оқушының сұрағы маған шыны керек ойландырды, мені ойландырды. Және мына жерде мен дәл қазір сіздерге сұрақ қойып келеді. Әсіресе мектепте білім алып жатқан баласы бар ұстаздарымыз бар ма? Қол көтерейікші мүмкін болса, мектепте білім алып жатқан. Сұрақ. Баламен қаншалықты коммуникативті түрде біз қарым-қатынас орнатамыз? Ата-ана ретінде. Қаншалықты? Бұл баланың бұл сұрақты қоюының негізгі мақсаты мені қатты ойландырды. Сөйттім де бұл баланы жеке шақырып алдым. Жетекші ретінде. Сол баланың жетекші жеке шақырдым екеуміз бірге сыртқа шықтық. Сыртқа шықта кофе ішуге бардық. Кофе ішу барысында баланың ішкі сырын толықтай тыңдағаннан кейін бір үлкен идея келді. Және де еңсесі түсіп келетін бір оқушымен кофе ішу арқылы біз үлкен жоба бастадық. Бұл қандай жоба? Үнемі сабаққа еңсесі түсіп келеді, қайта-қайта бір рет, екі рет апта ішінде. Сонымен баланың айтатыны. Ағай, білесіз бе? Біз оқушыларға керек екі нәрсе. Ұстаздан білім, ата-анадан қолдау керек. Басқа ештеңе керек емес деген оқушының маған айтқан пікірі. Сөйтіп, біз осы оқушының негізінде үлкен бір жобаны негізге ала отырып, мектеп атынан кітап оқу жобасын енгіздік. Бұл кітап оқу жобасы не үшін? Бірден ата-аналар жиналысын ұйымдастырдық. Ата-аналар келген бойда осы жоба барысында мен ата-аналарға сұрақ қойдым. Балалармен қаншалықты үйде тығыз байланыстамыз. Ата-аналар айтады, біз жұмыстамыз, кейде уақыт болмай қалады, кейде көңіл бөлмей қаламыз. Қызығы балалардың да айтатын сол. Егер біз кітап оқитын болсақ, ата-анамен бірге, ата-ананың бізге уақыты жоқ деген сөз. Өйткені олар жұмыс басты, олар жұмыс істеп керек.
бұл шыны керек қазіргі өсіп келе жатқан балалар үшін өте ауыр соққы. Сөйттік те біз осы кітап оқу жобасын негіздедік. Ата-ана мен балаға бірдей кітап оқуды жүктедік. Бала мектепте кітап оқиды, ата-ана үйде кітап оқиды. Немесе жұмысында. 6-шы сыныпқа арналған білесіздер, Жусан Иісі деген шығарма бар. Кішігірім ғана, аз ғана беттен тұратын. Осы кітапты бердік. Жусан Иісі шығармасын оқыңыздар. Күніне 1-2 бет қана. Мәселе қайда? Мәселе оқылған шығарманы ата-ана мен бала тандемі кешкі ас уақытында үстелде талқылай алады. Яғни ата-ананың балаға деген көңілі бөледі, баланың ата-анаға деген көңілі бөледі. Жаңағы баланың, азат ойлы баланың ойында ата-ананың бізге уақыты жоқ деген пікірі осы жерде 180 градусқа ауысады. Неге? Ата-ананың біз байқамай жүрміз, бізге көңіл бөлетін уақыты бар екен ғой деген секілді. Баламен қарым-қатынас жасау үшін үлкен уақыттың арнайы бір сағатты бөлудің қажеті жоқ. Кез келген жерде бір 10-15 минут қана уақыт бөлсек, балаға сол жеткілікті. Осы кітап оқу жобасы негізінде біз 1 ай көлемінде жүргіземіз. 1 айдан кейін ата-ана мен бала бірлесіп отырып тест тапсырады. Тест нәтижесінде арнайы сыйақылар мен сыйлықтар қарастырылған, және сол тест нәтижесі алдарыңызда. Біріншіден, отбасы құндылығының маңызын түсіндірілді балаларға және ата-анаға. Одан кейін еңсесі түсіп жүрген балаға қолдау көрсетілді. Үшіншіден, оқушының көңіл күйіне оң әсер етті. Бұл бір ғана баланың мысалы, дәл сол секілді бірнеше баланы да біз осылай ынталандыра алады екенбіз. Ары қарай оқушының жетістіктері әрине ата-ананың, мұғалімнің қолдауы бар кезде, үштік одақ бар кезде оқушы осындай жетістікке жетеді. Сапалы білім, саналы тәрбие біздің мекенде. Рахмет, көп назар